Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода 12 түрлі сызықтық теңдеулерді шығарамыз. Есептерді сыныпта шығарған оқушыларға қатемен жұмыс ретінде жазылған видео. Келтірілген теңдеулерді описание батырмасына гиперссылка арқылы жүктей аласыздар. Енді бірінші есепке қарайық. 5-тен 4 көбейтілген x тең болады 3,5-тен 3. Ал біздің ең бірінші миссия x-ті жалғыз қалдыру. Сол үшін x-ті бірінші жазып қоямын. Екінші жақта қай сан өз жағында тұр, соны бірінші жазамын. 3,5-тен 3. Енді мына тұрған 5-тен 4 x-қа көбейтіліп тұр. Сондықтан ол теңдіктен өтіп барып, мынаған бөлінеді. Сонымен 5-тен 4 деп жазамын. Жай бөлшектерді бөлу үшін 3,5-тен 3-ті бұрыс бөлшекке айналдырамын. Ол үшін бөлімін бірінші жазып қоямын. 5 деп. Ол өзгеріссіз қалады. Енді 5-ті бүтін сан мына 3-ке көбейтемін. 5-ке 3-ті көбейтсем 15. Енді үстінде тұрған алымын қосамын. Сонда 15-ке 3-ті қоссам 18. Ары қарай бөлуді көбейтуге айналдырып жіберейік. 5-тен 4-ті кері 4-тен 5 деп жазайық, яғни 4-ті астына жазамыз, ал 5-ті болса үстіне жазамыз. Енді қысқартатындарды қысқартайық. 5 пен 5 сол 5-тің өзіне бөлінеді. Сол үшін 5-терді қысқартамыз. 18 пен 4 2-ге қысқарады. 4-ті 2-ге бөлсем 2, 18-ді 2-ге бөлсем 9. Сонда x тең болады. 9-ға 1-ді көбейтсем 9. Бөлшекті сызамын. 1-ге 2-ні көбейтсем 2. Сонда 9-ды 2-ге бөлсем, бүтін саны неше болады? 4-тен 1-ге, өйткені 5 болса 10 болып кетеді, асып кетеді. 4-ті қоямын, астындағы бөлім өзгермейді. 4-ке 2-ні көбейтемін 8. Ол 9-ға неше жетпей тұр? Яғни 9-дан 8 азайтсам, неше болады? 1. Сонда 4,2-ден 1. Астында үстінде 5-ке көбейтсек, 10-нан 5 шығады ғой. Сонда 4,10-нан 5 деп жазып қоюға болады. Ал енді екінші есепке келейік. x минус 4,3 тең болады 2,4. Біз бірінші жақта x минус 4,3-ті көріп тұрмыз. Бұл жақта x-ті жалғыз қалдыруымыз керек. x тең дейміз. Одан кейін 2,4 өз жағында тұрғандықтан өзін жазамыз. Қалай тұр, солай жазып қоямыз. Ал енді минус 4,3 ол екінші жаққа өткен кезде плюс 4,3 болады. Себебі біз x-тан оны алып тастап отырмыз. Енді x тең болады. Екеуін қосайық. 4-ке 3-ті қоссам 7, үтірін қойып қояйық. 2-ге 4-ті қоссақ 6. Сонда жауабы 6,7 екен. Келесі теңдеуге келетін болсақ, бұл жерде x өз жағында тұр, бірақ x-тің алдында мынандай минус таңбасы бар. Минус таңбасымен бірге жазып қоямыз. Тең дейміз. 0,3-ті бірінші жазып қояйық. Оның амалы өзгермейді, себебі ол өзінің жағында тұр. Міне мына теңдіктің оң жағында тұр. Бірақ та мына 4,9-ды бұл жаққа көшіру керек. Көшіру үшін 4,9-ды не істейміз? Алдында ештеңке болмаса, бұл плюс дегенді білдіреді. Плюсті минусқа айналдырып 4,9 дейміз. Енді минус x тең болады. Мынау екеуін бір-бірінен азайтамыз. Әрине 4,9 0,3-тен үлкен, сол үшін минус болады. Ал 4,9-дан 0,3-ті азайтатын болсақ, 9-дан 3-ті азайтсам 6, 4-тен 0-ді азайтсам 4. Яғни минус 4,6 болады. Екі жағы да минус болып тұр. Сол үшін мен екі жағында көбейтемін минус 1-ге. Екеуінде минус 1-ге көбейтемін. Минусқа минусты көбейтсем әрине плюс болады. Сол үшін жай x жазам. Минусқа 4,6-ны көбейтсем тағы да бір минусты. Сонда 4,6 шығады. Ал енді төртінші есеп. X қосу 1,1 тең болады 2. Ең бірінші x-ті жалғыз қалдыру үшін өзін жаз қойып тең деймін. Екінші жақта тұрған 2-ні және де плюс 1,1-ді бірге жазуым керек. Ол үшін 2-ні жазып қоямын. Плюс 1,1 мына теңдік арқылы өткен кезде минус 1,1 болып жазылады. Енді x тең 2 мен 1,1-ді азайтуым керек бір-бірінен. 2-ның артынан 0-ді қойсам, 1,1-ді азайта беруге болады. Сол үшін жазып көрсетейін. 2 үтір 0 азайту 1 үтір 1. Енді 10-нан 1-ді азайтамыз. 9 болады. Біз 2-ның 1-ін бердік. Енді 1-дің өзінде 1 қалды ғой. 2-ның өзіне 1 қалды. 1-ден 1-ді азайтсам 0.
Сонда 0,9 өйстіп жауап шығады. Енді x-қа сан көбейтіліп тұрса, теңдеуді қалай шешеміз? Мысалы, мұнда 4 көбейту x-тен 9,12. X-ті өзін жалғыз жазып қоямыз, мұна 4 оған көбейтіліп тұр. Сондықтан да мен теңдеймін де бірінші қай сан тұр? Оң жақта. Сол санды жазып қоямын 9,2 деп. Ал мына 4-ті бөліп жазамын. Себебі ол көбейтуге қарама-қарсы. Енді x тең болады. Тез 9,2-ні 4-ке бөліп жіберейік. 2-ден беремін 8, 9-дан 8 азайтсам 1, 2-ні түсіремін 12, 12-ні 4-ке бөлсем 3-тен беремін, өтірін қоюды ұмытып кетпейміз. Сонымен 2,3 жауабы. Ал енді тура жаңағыдай қосу, бірақ та бөлшектермен. Сол үшін мен x-ті қайтадан жалғыз қалдыруым керек деп өзін жазып қоюым керек. Ал мына 8-ден 5-ті көшіріп жүремін. Бірінші мына санды жазып аламын. 1,8-ден 5. Ол өз жағында тұр өйткені. Енді 1,8-ден 5-тен, мынау 8-ден 5-тің алдында ештеңке болмағандықтан, ол плюс дегенді білдіреді. Плюс теңдіктің ар жағына барса, минус болады. Сонда минус 8-ден 5 болады. Енді екеуін азайта салайық. Жай ғана 1,8-ден 5-тен мына 8-ден 5-ін алып таста дейді. Бөлшектің бөлімдері де алымдарда бірдей болғандықтан, мен тек қана 1 бүтінді жазам. Болды. Бұл есеп кішкене басқаша шығарылатын есеп, сондықтан да біз оны ең бірінші басқаша жазып алайық. 10,4 бөлуді бөлшек ретінде жазайық. X дейміз тең 2,6. Енді ең бірінші ереже бөлімнен құтылу. Бөлімде бізде x тұр. Бұл x-ті біз екінші жаққа көбейтіп жіберуіміз керек. 10,4 тең деймін. Мына 2,6-ны жазып аламын. X мұнда бөлініп тұрғандықтан екінші жаққа ол қалай болып барады? Көбейту болып барады, яғни көбейту x деймін. Енді бұл ыңғайсыз түрі кішкене, сол үшін орындармен ауыстырып жазайық. Жай ғана 2,6 x дейміз де тең 10,4. Ештеңке өзгерген жоқ, тек қана орындарын өзгертіп жазып қойдық. Енді x-ті өзін жазып қояйық. Бұл 2,6-ға көбейтіліп тұр. Сол үшін 2,6-ны 10,4-ге бөлеміз, өйткені көбейтуге қарама-қарсы ол бөлу. Енді екеуін бөлетін болсақ, x тең болады 4-тен берейік. Себебі мынау аяқталып тұр 4-ке. Енді тексерейік. 4-ті 6-ға көбейтсем 24, x ойда. 4-ті 2-ге көбейтсем 8, ойдағы 2 мен 8 қосу 2 тең. Ал екінші жолы болса альтернативтік есеп құрастыру, яғни мен 10 бөлу 5 тең 2 деген оңай бір есеп жазсам. Екінші сан белгісіз болды. Осы x-ті табу үшін мен не істеуім керек? 5 10 мен 2-ден қалай шығады? Сол үшін мен 5-тің үстіндегі x жазып қоям тең 10 мен 2-ні не істеймін? 5 шығу үшін бөлемін. Сонда 10 бөлу 2 деймін. Сонда x тең 5. Шынымен де 5 шығады. Бұл жерде де біз 10,4 пен 2,6-ны бөлдік, сонда 4 шықты. Сол сияқты осылайда сіздер есептер құрастырып, теңдеулерді шығарудың жолын өйстіп естеріңізге түсіріп алуларыңызға болады. Екінші есепте біз 1,5-тен 1-ге x-ті қоссақ 1,5-тен 2-ні алдық дейді. X тең дейміз. 1,5-тен 1-ді жазып аламыз. Осыдан кейін 1,5-тен 1 алдында ештеңке жоқ болғандықтан плюс дегенді білдіреді. Плюс екінші жаққа барса минус болып жазылады. Минус 1,5-тен 1 деп жазамыз. Енді x тең болады. Екеуінде де бірдей бөлімдер, яғни бөлшек сандарын, бүтін сандарын азайтатын болсақ ештеңе қалмайды. Бөлшегін жазып қоямыз. 2-ден 1-ді азайтсам 1. Сонда x тең 5-тен 1-ге. Бұл жерде x-ті жалғыз қалдыруымыз керек. Тең дейміз. 4,1. Мына 4,1 өзі міне тұр. Мына 4,1-ді көшіруіміз керек. Минус 4,1 болады. Себебі алдында оның ештеңке жоқ, ол плюс дегенді білдіреді. Плюс мына жаққа өтсе минус болып кетеді. X тең болады 0. Сонда 4,1-ге 0-ді қоссақ 4,1 өзі шығады. Үш есепті шығаратын болсақ, мына жерде қайтадан x-ті жалғыз қалдыруға тырысамыз. Тең дейміз. 3,1 өз жағында бірінші болып тұрғаннан кейін мен оны бірінші қылып жазып қоямын. Мынау бөлініп тұр, сондықтан мына жаққа барған кезде ол көбейту болып кетеді. Көбейту 2-ден 1. Ал енді x тең болады. 3-ке 2-ні көбейтсем 6. 1-ге 1-ді көбейтсем 1. Сонда x тең 6-дан 1. Келесі есепті қарастырайық. Қайтадан, мына жерде не істейміз? Әрине x-ті жалғыз қалдырамыз. Тең дейміз. Екінші жақта 5 өзі тұр, сол үшін 5-ті бірінші жазып қоям. Бөлу 2,3 дейді. Бөлу болғандықтан мен мына жерге көбейту жазамын. 2,3 деп. Енді көбейтейік. 5-ті 3-ке көбейтсем 15, 1 ойда. 5-ке 2-ні көбейтсем 10, ойдағы 10 мен 1 мен 11. Өтір 1 орын ғана жылыштан
бір орын жылжытқанда мына жерде үтір. Келесі жерде мында x-ті қайтадан жалғыз қалдыруым керек. Тең 2,4-дің өзін бірінші жазып қоямын, өйткені ол өз жағынан бастығы деп айтуға болады. Мына көбейту 4 болғандықтан мен оны бөлу 4 деп жазамын. Сонда x тең 24-ті 4-ке бөлсем 6, бірақ мына үтір үшін алдына 1 0 қойып үтір қоюым керек. Сонда жауаптар осылай шығады.